Biz bugün hazır studiyaga keldik. Наконец-то жеттік студияға. Оның алдында Стамбулда болдым, одан кейін Бангкокта, жалпы Таиландта 2 апта болдық. Сол себепті запись жасап үлгермеген едік. Енді қазір Алла қаласа бір емес 2 әнді жазуға келдік, дауысын түсіруге келдік. Демалыстан кейін қатты демалыс қажет болмады. Ол бір жағынан жақсы демалғанымыздың бір белгісі шығар деп ойлаймын. Жанымнан кетпеші сен, қуансың өмір өтесің. Өзіңсіз жүрек жылап жүдеп, қолады жанымнан мұңнан қара түнек. Осыны тез айту керек та, бірақ. Лайфқа айту аңғайлы болмайды. Да? Кетпеші мен мәңгі көкте, жанымнан кетпеші сен. Біз негізінде мынандай көрінбейтін крючок бар сияқты, ожидание деген адамдарда. Сөйтіп сол крючокпен адамдарды өзімізше бір должен қылып қоямыз, содан адамнан күтіп қаламыз. Негізінде мұсылмандарда бізде жалпы тек бір әлемдердің Раббысы автордан, жалпы да осы әлемді жаратқан жаратушыдан ғана күтуіміз керек та. Адамнан ожидание жасайтын болсақ, әрдайым ол боль. Адамға үміттеніп қалатын болсақ, адамға сеніп қалатын болсақ, адамнан емес, автордан сұрап, автордан күту керек қой. Ожидание болса тек автордан. Осы әлемнің авторынан. Ла. Жүзі ол үші olur mu? Kişinin Қала береді ол тоже шыққан. siz siyahtları Олардың кезінде мұсқұттарды алдырды. Hoş. Kamera hoş musun? Басқа еш естейтін еді. Ben çarbaylık koyarım. Grup ne yaptı onun için? Нұржан Керменбаев. Tағы da. Можно я добавлю? Керменбаев Нұржан. Нұржанның қазақ эстрадасында еңбегі зор. Ол өте мықты әнші. Орындаушы емес, әнші, именно отмечу. Ол кәсіби әнші, мамандандырылған әнші. Ол енді сахнада жүргеніне біраз уақыт болды, тұлға болады бұйырса. Бірақ сөз бір оқиғамен айта салайын. Мысалы Нұржан менің досым. Бірақ оның мектеп кезінде мен общий тетрадьтың сыртында сурет тұрады. Мен күтірған жоқ па, мен де суперстардан. Мен тек еркектердің суретін. Түсіндіңіздер ғой, а? Мына коридорда бүйтіп түсіріп алшы, артынан ше, артынан. Анекдот бұндай ғой. Мен жігіт ойланып бір шешімге келеді, депутат болайын деген сайланып 2 айдан жинап тұрамыз. Сосын қатын айтады дейді, білген сен біреуің бар екен деп. Біреу бар екен, білген деп. Білген сен біреуің бар екен. Так что депутат болу опасно дейсіз ба, да? Дулат Құйқас бауырымыздың кеші, Дулат Құйқас жылайды жүрек, алыста жүрсең деген әндерімнің доғары. Көп бір ән емес, бірнеше кәм. Менің творчествомның бір 70-80%-ын осы кісі жазған. Рахмет. Қолдап келдіңіздер. Алла разы болсын. Кешіріңіз. Әлі қалай хит жазайық, Құдай қаласа. Алла қаласа. Әмин. Сахнада Нұржан Керменбаев. Жанымнан кетпеші сен, өзіңсіз жүрек жылап жүдеп, қолады жанарымнан мұңнан қара түнек. Ғашығым аясым,
маған прикинь кәдімгі жас көрінетін бір әже сыйлады. Ешкім жоқ қой. Бітті, шүкір, Аллаға шүкір, абыроймен жақсы бітірген сияқты, Дуковой. Құтты болсын, Досжан. Сағат 7:23. Біз 8:35-те ұшуымыз керек. Үлгереміз бе деген сұрақ. Мұқаштың көңіліне, ниетіне байланысты бүгінгі үйленіп жатқан бауырымыздың ниетіне. Пробкаларын көрсетсе, енді көрсетсең болады ма? Қызыл тіреліп жатырмын ішінде. A few moments later. 7:49. Görmedik. Деген қалай кетті. Ama асығып келіп, регистрация үлгермей алып кеттім. Осы басып кетіп барынша енді. Қазір билет тұрап отыр енді біз озғанлар. 8-ге дейін болуымыз керек. Я вот это не люблю, да, прямой трап. Через Оксану, может, какие-то варианты появятся. Бәлкім, қайда болады, бірақ. Просто тіке бара салыңға, сол кезде не жетсін деп қаласың. Прямой рейс не отыр, прямой рейс ма? Тіке бара салып, ұша салып, қома салып. Өкінішті, қайырлысы не болса да. Кеше түнде ойлап едім, сол негізі 3-те ертерек барып, аэропорт жақта жата салмаймыз ба деген ой келген негізі. Астанадан арғы жазасың қайық, мысалы, сөйтіп билет әйтеуір тауып. Saat 9:30'da Astana'ya açacağız. Saat 1'lerde neçede var mısın? 11:30'da da. 11:30'da da alğansa Astana'da olsak. Astana'dan 1'de 20 uçuşumuz alğansa. Sonra 2:30'da Erbengide alğansa şezlonda bolamız. Kuyga tiyme rule elde. Не подходи так близко, қазақша диско. Келдік, шүкір жеттік. Ау? Ойнай алатын болсаңыздар барайын деп жатырмын да. Не? Текке бармайын дейді. Ассалаумағалейкум. Рахматулла тағала баракату. Мен түсінбей ұяламын мен, қызарып кетемін қазір. PlayStation ойнай алмай қалымды қойсын. Кешке PlayStation деп жатыр жігіттер. Мұнда Николин келген ғой, Айбат Николин, шоумен Тамада, Асаба. Сол жігіт кән визит ұстап жатыр. Алматылық бір. Ертең анда ұйықтап қалатын ешқандай не жоқ. Ертең ұшпаймыз сол үшін. Арғы күніне алдық әдейі. Любой өзі сахнаның арты негіз қысық болады. Мына Николин. Достар, Асаба, Тамада, шоумен. Біз ойлаймыз негізінде, жүргізе салу оңай деп ойлаймыз. Мынау бір как будто бір бітпейтін сияқты да, тамағымыз, даусымыз жалпы да. Осындай закадровый деп кішігірім әдейі істерге арнайы түсіріп жатырмыз. Әдейі жетеліп отайын бірақ. Переигрывайся. Қазір еңбек қораз болған. Қазір қамалтай жүргізеді. әкемнің аты Еңбек. Әне. Как дел? Әне. Мен белгілейсі істесе. Көзәмектері құрметімен оқырмандар, мына кісі Таиландтан келді.